Қайырлы күн достар, сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айдары және оның тұрақты жүргізушісімен Дина Төлеубекова. Олай болса, біз бастаймыз. Ең бірінші Ақбала есімді аккаунт қолданушыдан келіп түскен сауал. Сәлеметсіздер ме? Мен және жолдасы әскери қызметкерлеріміз. Қазіргі таңда бала күтіміне байланысты мен демалыстамын. Балама 6 ай. Жұмысқа шығуға болады ма? Қандай жеңілдіктер бар деп сұрапты. Қайырлы күн Ақбала. Жалпы декреттік демалыстан қай уақытта жұмысқа шығатындығыңыз өз еркіңізде. Ал еңбек кодексінің 82-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес 1,5 жасқа дейінгі балалар бар әйелдерге баланы тамақтандыру үшін жұмыстың әрбір 3 сағатынан сиретпей қосымша үзілістер беріледі. Мәселен, бір баласы барларға әрбір үзіліс кемінде 30 минут, 2 немесе одан да көп баласы барларға әрбір үзіліс кемінде 1 сағат болады. Сондай-ақ жұмыскердің өтініші бойынша баланы тамақтандыруға арналған үзілістер қызметкерлердің тынығуға және тамақтануға берілген уақытына қосылады. Не болмаса, жиынтық үзілістер жұмыс күннің басында немесе аяғында беріледі. Келесі Раушан есімді аккаунт қолданушыдан келген сауал. Күйеуім әскери қызметші, 4 баламыз бар, оларды әскери клубтарға беруге болады ма деп сұрапты. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызға рахмет. Елімізде патриоттық рухты күшейту бағытында жас сарбаз республикалық әскери патриоттық қозғалысы жұмыс істейді. Бүгінде әскери патриоттық клубтың еліміздегі 20 филиалында 280 мыңнан астам бала тәрбие алып жатыр. Аталған қозғалысқа 8 бен 18 жас аралығындағы балалар мүше бола алады. Сонымен қатар өңірлерде жалпы білім беретін мекемелердегі әскери патриоттық клубтар мен смарт сарбаз үйірмелері де бар. Келесі Адилхан Қолбайұлы есімді аккаунт қолданушыдан келген сауал. Мен қазіргі уақытта келісімшарт бойынша әскери қызметкермін. Осы күзде келісімшартым аяқталады. Соған орай жоғары оқу орнына тегін түсу үшін конкурсқа қатыса аламын ба деп сұрапты. Қайырлы күн Адихан. Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесінде жоғары оқу орындарына тегін білім алу бағдарламасы. Ол мерзімді әскери борышын өтеген сарбаздарға ғана қатысты. Ал сіз әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 39-ші бабына сәйкес 25 жасқа дейін келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеріп жүріп те әскери оқу орындарына түсуге құқығыңыз бар. Құрметті достар, бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден.